Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Тақтада көрсетілген суреттерге назар аударып, келесі сұраққа жауап берейік. Бірінші, екінші және үшінші суретте берілген программалық қосымшаларды қандай ортақ атау біріктіреді? Жарайсың. Бізде суретте Telegram, Viber, WhatsApp желілері көрсетілген. Бұларға ортақ атау мессенджерлер. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз әлеуметтік желілер және мессенджерлер. Бүгінгі сабақта үйренеміз әлеуметтік желілер мен мессенджерлерді қандай мақсатта қолданатыны және оның қандай қаупі бар екені туралы әңгімелейміз. Желідегі ақпарат алмасу программалық қосымшалармен танысамыз. Мессенджерлерді бірлесіп жұмыс істеудің тиімді жақтарын біледі. Балалар, тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Әлеуметтік желі, социальная сеть, the social network. Хабарламашы, вестник, the messenger. Мессенджерлер ағылшын тілінде messenger деген мағынаны білдіреді. Мессенджерлер бірнеше адаммен бір уақытта жедел хабар алмасуға арналған арнайы программалық қосымша. Яғни біз мессенджерлер арқылы керекті адамымызға хат жазып қана қоймай, сонымен бірге бір уақытта бірнеше адаммен сөйлесе аламыз. Әлеуметтік желілер интернетте бірігетін қоғамдастық сайттар. Осы сайттарда адамдар жедел түрде мәліметтер алмасады және достар табады. Адамдар музыка, видео іздейді. Балалар, әлеуметтік желілерді, мессенджерлерді және интернетті пайдаланғанда достарыңмен, туыстарыңмен, әріптестеріңмен сөйлесесің. Өзіңе керекті мәлімет аласың. Таныс емес адамдармен танысып, жақындасасың. Сонымен қатар интернетте балалардың қауіпсіздігіне қойылатын негізгі қауіптер. Балаларда ес білетін адамдар да серіктесті қорқыта алады. Рұқсатсыз бөлісу, музыка, бейне және басқа да файлдарды заңсыз болуы, немесе зиянды бағдарламалар жүктеулер тудыруы мүмкін. Егер де балалар қадағалаусыз отырса, бала керекті емес суреттермен, немесе керекті емес мағлұматтармен соқтығысуы мүмкін. Кейбір адамдар бар интернетті басқа адамдардың бопсалау үшін, немесе кездесуге шақырып ойлаған ойын іске асыру үшін отырады. Бала серіктеспен сөйлесу арқылы өзінің отбасы жайлы, не өзінің жеке басы жайлы айтуы да мүмкін. Бұл біздегі интернеттегі негізгі қауіптер. Балалар, енді мессенджерлердің пайда болу тарихына тоқталып бейне ролик көрейік. 1995 жылы ақш азаматы Рэнди Конрад classmates.com сайтын жасайды. Бұл сайтқа кез келген адам тіркеліп, өзінің таныс, достарын, туыстарын тауып алуға мүмкіндік алды. Алғашында сайт сұранысқа ие болмады, бірақ уақыт өте келе тіркелушілердің саны арта түсті. 1996 жылы Тель-Авивтік жоғары сыныптың 4 оқушысы хабарландырулармен алмасатын интернет-пейджер ойлап тапты. Оған ICQ деген ат берілді. Оған қызығушылықтың артқаны сонша мыңдаған адамдар тіркеле бастады. 2 жылдан кейін ICQ-ды американдық корпорация $407 миллион сатып алды. Мектеп оқушылары бір сәтте миллионер болып шыға келді. 1999 жылы Life Journal сайты пайда болды. Ерекшелігі, мұнда адамдар өздерінің жеке блогтары мен күнделіктерін жүргізуге мүмкіндік алды. Оны ойлап табушы американдық Брэд Фицпатрик болды. Сайтта адамдар қауымдастықтар құрып, ол жерге басқаларды шақыра алды. 2003 жыл интернет кеңістігінде тағы бір әлеуметтік желі пайда болды. Ол шыға салысымен бүкіл әлемді жаулауға тырысты. Оның атауы MySpace.
Space. Бұл жерде де адамдар жаңа достарды қабылдауға және қауымдастықтар жасауға ие болды. Ең бастысы сыртқы ресурстардағы ақпараттармен бөлісуге мүмкіндік туды. Енді адамдар бейнеролик және өлеңдермен бөлісе алды. Әсіресе бұл әлеуметтік желі әлемдік жұлдыздарға қатты ұнады. Олар өздерінің туындыларын жарнамалай бастады. Ал кез келген жанкүйер өзінің ұнатқан жұлдызына хат жазуға мүмкіндік алды. Бірақ бұл сайттың алдыңғы шепте жүруі ұзаққа созылмады. Себебі 2004 жылы Гарвард университетінің студенті Марк Цукерберг Facebook әлеуметтік желісін құрастырды. Алғашында ол бұл сайтта тек өз университетінің студенттерін тіркеп, өзара хат алмасып, бос уақытты қызық өткізу үшін жасады. Жеке парақша жасау үшін әрбір адам шақыру хатын алу керек болған. Алайда мұндай қатаң шаралар қолданылса да, бір айдың ішінде 20 мың адам тіркелген. 2 жылдан соң Facebook әлемге есігін ашып, оған адамдар ағыла бастады. 2020 жылғы қаңтардағы ресми мәліметтерге сәйкес Facebook'та қазір 2,4 миллиард адам тіркелген. Қызықты ақпарат. Бастапқыда желінің атауы The Facebook болса, кейін қазіргі атауына ауыстырылды. Facebook желісіне әр секунд сайын 8 адам тіркеледі. Бір күнде адамдар 6 миллиард бейне материал көреді. 75% адамдар Facebook'ке смартфон арқылы кіреді. 2006 жылы америкалық программист Джек Дорси дәл қазір не істеп жатқаны туралы қысқаша хабарламамен бөлісуге арналған Twitter'да ойлап тапты. Оны толықтай жасауға оның тек 2 ай уақыты ғана кеткен. Адамдар бұл жерде тек 140 символдан тұратын хабарлама жаза алды. Сондықтан бұл желі жазатын ойды тиянақтап, қысқаша жазуды үйретеді десек те қате болмайды. Бұл жай ғана идея Джек Дорсиді миллиардерге айналдырды. Оның байлығы қазір 5 миллиард ақш долларына тең. Осы 2006 жылы посткеңестік аймақта танымал әлеуметтік желілер пайда болды. ВКонтакте және Одноклассники. Оларды жасағандар Павел Дуров және Альберт Попков. Facebook өз қарқынымен бүкіл әлемді жаулап жатқанда, бұл екі желі де халық арасында кең тарады. Жастармен қоса ересек адамдар да пайдаланып, бір-бірімен хат алмасып, сурет пен бейне жазбаларды көре алды. 2010 жылы Сан-Францискодағы екі дос әлеуметтік желілер әлемінде төңкеріс жасады. Олар адамдар хат жазудан гөрі суреттерді жақсырақ қабылдайды деген шешімге келіп, Инстаграмды жарыққа шығарды. Суреттерді жақсартуға арналған түрлі фильтрлер, лайк басу және тағы басқа ұтымды жерлерін көрген Facebook оны 2016 жылы 1 миллиард долларға сатып алды. Қызықты ақпарат. Қазіргі таңда Instagram пайдаланушылар саны 1 миллиардтан асты. Оның 500 миллионы күнделікті белсенділік танытады. 1 минутта әлем бойынша 347.222 скролл жасалады. Бүкіл әлем бұлардан артық желі шығуы мүмкін емес деп ойлап жатқанда Қытайда Douyin пайда болды. Оны жасауға 200 күн ғана уақыт жұмсалған. Оның басты ерекшелігі адамдар кез келген жанрда қысқа бейнероликтер шығарып олармен бөлісуінде. Бұл желі жастар арасында қатты қызығушылық тудырып, 1 жылдан соң тіркелушілер саны 100 миллионнан асты. Оны жасап шығарған компания керемет көрсеткіштерді көрген соң сыртқы әлемге шыға бастады. Осылайша оның атауы TikTok деп ауыстырылды. Қызықты ақпарат. 1 жылдың ішінде тиктокерлер 1 миллиардтан астам бейнеролик жүктейді. Қазіргі таңда оны пайдаланушылар саны 800 миллионнан асты. Біз барлығымыз жақсы көріп пайдаланатын WhatsApp қосымшасы Ян Кум және Брайан Эктон есімдерімен байланысты. Бұл екі американдық азамат 2009 жылы алғаш рет аталған мессенджерді іске қосып, бүкіл елдердегі байланыс операторларының SMS пен MMS қызметтеріне бәсекелестік танытып, артынша оларды мүлдем ығыстырып шығарды. Компанияның басты 3 қағидасы бар: ешқандай жарнама, ешқандай ойын және ешқандай айлалы әрекеттер болмау керек. Қызықты ақпарат. Қазіргі WhatsApp'та 1,6 миллиардтан астам адам тіркелген. Басқа желілермен салыстырғанда WhatsApp серверлері мәліметтерді сақтамайды. Фото-видео материалдардың жөнелту алдында өлшемдері ыңғайланады. 256 биттік шифрлау арқылы жоғары қауіпсіздік деңгейі сақталған. 2014 жылы Facebook компаниясы мессенджерді 19 миллиард долларға сатып алды. Балалар, тапсырма. Әлеуметтік желі атауын, мессенджерлер атауын, интернет желісінің қауіпсіз пайдалану ережелерін, интернет желісінің қауіптері, ең көп қолданылатын әлеуметтік желі атауларын жаз. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.